Сәлем, каналыма қош келдің. Бүгін біз Борат туралы әңгіме өрбітеміз. Қазақстандықтар неге оған өшігіп жүр? Ал, кеттік. Байқайсыздар ма, әр жыл сайын, әр ай сайын, әр күн сайын, тіпті сағат сайын қазақстандықтарға әлдене ұнамайды. Ұнамағанын айтады желіге, өзінің құқығы. Бірақ Боратқа сонша неге тиесілдік? Боратқа неге сонша өшіктік? Менің түсінбейтінім осы. Қарап көрсек, Борат деген ол кинофильм. Мен оны жақтап, ақтап тұрғаным жоқ, бірақ Бораттан да басқа проблемамыз өте көп. Жемқорлық дейсіз, коронавирус дейсіз, тағысын тағылар. Бірақ менің ойымша, Борат біздің бірінші орындағы проблемамыз емес. Неге? Біріншіден, Құдайдың құтты күнінде ұсталып жатқан шенеуніктер. Бірі пара береді, бірі пара алады, бірі тағы бір әдепсіз қылық танытады. Осындай проблема өте көп. Бірақ біз Боратқа қарсы шығамыз. Біздің елде тағы бір мәселе бала құқығы. Бізде, елімізде бала құқығы сақталмаған. Балалар қорғалмайды. Ұрып соғады, зорлайды. Олардың жеке кеңістігіне аттап кіреміз, олардың құқығын таптаймыз. Бірақ бізге неге екенін қайдам? Борат басты проблема. Үшіншіден, елімізде қазір коронавирус пандемиясы болып жатқанын ұмытып кеткен сияқтымыз. Мысалы, бірінші кезектегі проблема ол біздің денсаулығымыз. Ол біздің ата-анамыз, үлкен кісілер, сырқаттанған адамдар, қант диабеті, онкология сияқты басты проблемалар. Біздің елдің басты проблемасы жол. Отандық туризм деп алып, біз талай конференция, талай жиын, отырыс арнаймыз, ақша бөлеміз, бірақ оған біз туризмді дамыта алмаймыз. Біз туризмді инфрақұрылым арқылы дамытпаймыз ба? Жол. Өздеріңіз білетіндей, бізде әр жаңбыр жауған сайын цемент, асфальт төсейміз, немесе жолды келесі жылы қайтадан қазып алып, қайтадан құбырын ауыстырамыз деген сияқты проблема бар. Бұның барлығы біздің тұрмыстағы проблемалар екені анық, бірақ адамның негізгі тіршілігінің белгісі бұл өзінің жағдайы. Ай, жол саламыз дейміз де ақшаны бөлеміз. Ол не үшін бөлінді? Дұрыс бөлінді ма? Ол неге жымқырылады? Одан кейін неге жол сапасы салынады? Осыған дейінгі тізбектің барлығында біз ескерусіз қалдырамыз. Ескерусіз қалдырамыз, бірақ күн сайын мен туыммен мақтанам, мен Боратты жек көрем, Борат біздің басты проблемамыз осы болып отыр ғой. Біздің елде әйелдердің де проблемасы бар. Олардың құқығы күн сайын тапталып жатыр. Күн сайын зорлық, зомбылық, ұрып соғу, оларға қатысты күш қолдану, тонау. Осы проблеманы неге көтермеске? Тақырыпқа тұздық, осы карантинге жабылғалы бері біздің елде зорлық, зомбылық, әсіресе әйелдерге қатысты жасалатын зорлық, зомбылық 30%-ға өсіп кеткен, 30%-ға. Бұрынғы көрсеткіш былай тұрсын, енді біздің елімізде әрбір 10 әйелдің 3-і тұрмыстық зорлық, зомбылыққа тап болады, құрбаны болады. Тіпті өліп кетіп жатқандар да бар. Оны күн сайын әлеуметтік желілерде қарап жүрміз, немалчы қорыда айтып жүр, телевизордан, теледидардан күн сайын көреміз, радиодан естиміз, интернеттен оқимыз, көреміз, бірақ бізге бұл басты проблема емес екен. Тіпті біздің конституциямыздың өзінде жазылып тұр емес пе? Мемлекеттің басты байлығы адам, яғни халық. Халық неден құралады? Сол әйелден, сол баладан құралмай ма? Бірақ бізге басты проблема бір фильмдегі, көркем фильмдегі бір қуғынбайдың іс-әрекеті. Мен түсіне алмаймын. Енді бір қызық бар, карантин ережесін сақтамай, той-томалақта жүрген біздің шоу-бизнес өкілдері. Жұлдыздар дейміз біз оларды. Солар мен туыммен мақтанамын деп, туымен түскен суретін салады. Мен туыммен мақтанамын деп, туымызды қорғауымыз керек дейді. Халқыңды, еліңді қорғамай отырсың, бірақ сен туыңды қорғағың келеді. Кішкене біртүрлі емес пе? Тіпті кейбір депутаттардың өзі Саша Барон Коэнді ойбай тоқпақтайық, жазалайық, non-grata persona деп жариялайық, ол біздің басты жауымыз деген секілді ұран сөздермен қазір хайп жинап жатыр. Хайп, менің ойымша бұл хайп. Себебі депутат елдің әлеуметін, тұрмысын, саясатын, жағдайын жақсартудың орнына анда-санда бір осындай намысқой,
әйтеуір жауы алыста бір проблемаларды шешуге атсалысып бел буа кірісе кетеді. Менің ойымша бұндай депутаттықтың барынан жоғы. Саша Барон Коэн деп жатырмыз. Ал сіздер білесіздер ме, біздің елімізде 21 ғасырда, алғашқы 20 жылдығында әлі ауыз су жетпеген ауылдар бар. Әлі интернет жетпеген ауылдар бар. Телефон байланысы жоқ ауылдар бар. Олардың әлеуметін, тұрмысын кім көтереді? Осындай кезде Борат шынымен де бізді әжуалап отырған сияқты ма, шынымен де деген ой келеді. Бірақ мен Боратты жақтап атқан адамдай көрмей қойыңыздар. Мен Боратты жақтап, ол күлкілі, неге біз оны тек фильм ретінде қарай алмаймыз деп айтып отырғам жоқ. Боратты мен де жек көремін. Бораттың фильмі біз туралы емес. Ол біздің намысымызды қажап, әйтеуір әжуалағаннан басқа дым істеп отырған жоқ. Ауылының басты мақсаты кассалық сбор жасау болды. Бірақ біздің проблемамыз Борат емес еді ғой әуелден. Біздің проблемамыз күн сайынғы жемқорлар, ауылға су жеткізбейтіндер, көпір салып бермейтіндер, мемлекеттің бюджетін жымқыратындар, көз қысты бармақ бастымен ақшаның бәрін жымқырып, елден қашатындар. Осы проблеманы біз Боратты талқылағандай талқылайтын болсақ, онда бізге жетер ел жоқ еді. Одан кейін біз мына Борат деген кім, және ол кімді әжуалап жүр деп сұрақ қоюға негіз болу үшін. Ал қазір бізде ондай сұрақ жоқ. Біздің басты проблемамыз Борат, біздің басты құралымыз, бізге басты нәрсе намыс, ол жалған намыс дер. Ауыл аймақта әке-шешең су тасып, адам секілді өмір сүре алмай отырған кезде, тұрмысын жақсарта алмай отырған кезде, Борат біздің басты проблемамыз бола алмайды. Менің ойымша, біз кішкене мәселеге кеңінен қарап, салмақпен ойланып алуымыз керек сияқты. Әзірге осы каналымда айтқым келген нәрселер осылар еді. Каналыма жазылып қойыңыз. Ұнаса лайк, ұнамаса пікір жазыңыз. Дизлайк деген де функция бар дегендей. Сау.